Оралхан Бөкей, қар қызы. Өр Алтайда жайлаған 3 жылғы құрғақшылықтың есесін осынау ес жидырмай жауған қар қайтаратындай. Төпелеп жауған қар алғашында қызық әрі әдемі болып көрінген. Ақ қала жасап, асыр салып ойнаған балалар, ұлпа мамыққа аунап жетіскен ауылдың қайқы құйрық иттері әсіресе мәз еді. Үлкендер жағы да келесі жаздың жаңбырлы, ырысты жылы боларын сәуеге елеп, аса риза белдетін. Амал не, сағынып көріскен қардың аяғы үлкен жұтқа айналмаса не қылсын, елді де жан-жануарды да әбден зыққысын шығарып мезі еткені рас еді. Борап, ұйтқып соғар тентек мінез де танытпай, үн-түнсіз жауап алғаны ауыр екен. Бірде ұйқың келеді, бірде өз-өзіңнен жер тепкілеп айғайлағың келеді. Сезімің селт етпейтін сергелдің күй кешесің. Әйтеуір басынан кене шыққан адамдай меңзең өз алдыңа шығып, бұйығы тартқан біреулер. Жапалақтап жауған қардан қорғалап үйінде отыра берсе де болушы еді. Оған дәті шыдамады, білем. Есіктен шыға делдиіп көкке қараған Нұржан тізеден асқан қарды омбылап, кеңсеге қарай тұңғыш рет із салды. Өзінен басқаның бәрі қырылып қалғандай болып сезілген. Сөйтсе, совхоздың кеңсесі бос емес. Опырай бастаған 3-4 адам карта ойнап отыр екен. Қуанып қалды. Әл қалай бала, деді езуіндегі темекінің сабақ жағын үзіп алып, түкіріп тастаған бастық. Далада қар жауып тұр, деді Нұржан. Қар 5 күннен бері жауып тұр. Опырай қолында қарғаның бәткесін бұлғарасы жылтыраған столдың үстіне періп қалды. Қане, сен де бір картаңды аш, деді содан соң қарсы алдындағы қара жігітке. Ол осы ауылдың ақшасын есептейтін бухгалтер еді. Мінекейіңіз бәсеке, біздікі валет. Түсінікті, ар жағын ашпай қой, жарқыным. Көп болса тағы 2 валетің бар шығар. Біздікі 3 дама. Тринкасаңда 3 еркекті әрқашанда 3 қатын жеңеді, деп тозығы жеткен столдың үстіндегі ақшаны сыпырып қалтасына салды. Жүр бала, сенде жұмыс бар. Нұржан бөлімше меңгерушісіне еріп, қарсыдағы кабинетке кірген. Опырай төрдегі меншікті орнына нағыздана отырды да, өмірде солай, деді. Түсінбедім, деді Нұржан қабырғаға қадарлай тізген май-май кіркін орындықтың біріне сықырлата жайғасып. 3 валетті 3 дама әрқашанда. Тіпті үйде де жеңе беретін айтамын да. Оныңыз рас. Оны қайдан білесің? Әлі қатын алған жоқсың. Сіздерді көріп те, шаруаға көшелік, деп жігіттің сөзін аяқтатпады. Ал бала, жолға жинал. Сен баратын болдың. Темекісін тұтатты да шырпысын сөндірместен шертіп жіберген. Мұншама дәл болар ма, қағаз қоқым салатын шелектің ішіне сөнбей түсіп, лағап етіп жана бастады. Нұржан сөндірмекке тұра ұмтылып еді. Тиме, деді Опырай маңғазынмен. Жана берсін. Өртеніп кетерміз аға. Өртеніп кетсек арман не? Кеңірдектен жауған қардың ортасынан өрт шықса, әлемге әйгілі жаңалық болмас па еді? Сонымен аға, жаныңа тағы да 2 жігітті таңдап алда, ертең ерте аттанып кет. Өзің қалдырып кеткен сыбаға ғой, енді өзің алып кел. Айыртау менен басқа жұртты қабылдаймы екен? Күздің сұлбыраңында табанымнан таусылғаным да жетер. Келісімімді бере алмаймын. Ол жағын біз сізден сұрамаймыз да, шырақ. Давай, тілің мен жағыңа сүйене бермей сапарға дайындал. Өз тракторыңа көңілің көншімесе, осы ауылдағы 10 дытының көңіліне жаққанын таңдап ал. Пожалуйста, қолынан қақпаймыз. Бұдан соң өзі ұзақ болғып жөтелді. Апырай, осы бір көксаулық итше еріп арылмады-ау. Тамағымда жыбырлатап та тұрады. Май ертіп ішіңіз, деді Нұржан. Ендеше сол жеңешеңнің ертіп қойған майы суып қалар. Мен кеттім. Жолдарың болсын.